Сайын Мұратбеков, Жусан иісі. Повесть, 1 бөлім. Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүгіретін, шілбеген, арық ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлден еңсеретіп, ес қалмай далбақтай жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызықты ертегі айтам», деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертегі айтатынын білгеміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42 жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде екке жарылбап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ары өтіп бері өткен кемпір шал: «Желкен қиылғырлар-ай, соғыс аздай, бұл атысып ойнайды дегенді қайдан шығарады осылар? Басқа ойын аз бей?» деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз. Қайда атсамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге уралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап: «Әй, анау кім ей?» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең, ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлде қандай боп кей-кейіп, 2 қолын қалтасына сап шіреніп қойды. Ойынды тастай сала бәріміз бірдей топырлай жүгіріп, әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімінің кімдігі қара, кімдігі ақ екені біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағанда алым-жұлым алқа салқамыз. «Бұл кім ей? Қайдан келген ей?» деп бір-бірімізді түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әр қайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты шолақ танауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келкі етіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ бізге. Оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп, қызға қарадық. «Кекілін қарай өзінің, жаман әліне қарамай», деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де оның сөзіне қошемет білдіріп сықылықтай күлдік. Жаңа келген бала қызараңдап теріс айналып кетті. Мен білдім», деді Садық мақтаны дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп: «Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, қоңыр сиырларың бар ғой, деді. «Иә», деді томырсайып тұрған бала, оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар. Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей «Аян, Аян» деп күбірлесе қайталап қойдық. «Жүр, жолдас боламыз», деді Садық, оның аппақ білегінен қап-қара қолмен ұстай алып. Аян оның қолына қарады да, қызарыңдап тұрып, ақырындап білегін босатты. «Сендер жақ суға екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар?» деді. «Түсеміз, ана орада тоспа бар. Жүр, түсейік, суы во!» деп Садық ауылдың жоғары жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып солай қарай жүрді. Ауылға жаңа бір баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әр қайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден бірімізді артық көрінбек боп, әй кеп мақтанатымыз. «Мен судың астында 60-қа дейін санап жаталам», деп бізді Садық. «Менің де мынандай ақ көйлегім бар. Үлкен сандықта жатыр. Апам кигізбейді», деді көп үндемейтін Қосым Тырнауықта. Қосым төбелескенде ылғи баж етіп кеп бет тырнайтын. Сондықтан Тырнауық дейтіміз.
Өзінен көп балалар қорқатын. Оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Қазірде ол: «Ой, кетшер, тырнауық мысық, сенің үйіңде алтын барында білеміз», деп ентелеп келе жатқан Қосымды көкірегінен итеріп жіберді. Есікбай сидаң бойлы, қол-аяғы қара қайыстай қатқан, ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелес қор, сотқар бала еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басынан тоқай алып шулатып жіберетін. Қазірде ол Аянның алдында қыр көрсеткісі кеп: «Тырнағың қайсый, мысық», деп Қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терсі сытырылған тізесін ұстаған күйі көзі жасаурап қайта тұрды. Біраз жүргеннен кейін Есікбай оның басынан түйе тоқай ала бастады. Жылап жіберген Қосым тырнамақ боп ыза қорлана ұмтылған. Есікбай оны ұзын қолымен тұмсықтата салып жіберді. Қосымның мұрнынан қан дірдектеп бақырып үйіне кетті. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамда етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндік еді. Бір-екі рет кейбір шатақұмар балалар тиісіп те көрген өзіне. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайтара алмағандығына налғандай боп: «Менің көкем де жоқ, апам да жоқ. Сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой», деп қойды. Алыс-жұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті. Тек Есікбайдан ғана жығылды. Алғашқы күннен бастап Аянмен етене жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ. Бірімізден бірімізді бөліп жарған жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң, әбден үйренісіп алғаннан кейін, ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын Аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп, өзінен өзі жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқаншақтай қарап: «Қойсайшы енді», деп күңкілдеген сайын Есікбай ыржақтап кеп, қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып мазасын кетірді. Ыза болған Аян ақырында: «Төбелесесің бе?» деген. Есікбай оны мазақтай түсіп: «Сенімен бе? Қойшы», деп кеп, сілекейін Аянның бетіне жаға салды. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. «Мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін. Жүр анау сайға, ел көрмейтін жерге барып төбелесейік», деді Аян. «Қойшы, мынауың дөй ғой», деп Есікбай сілекейін Аянға тағы жақты. «Жүр ал, Есікбай, көкеңнің жұдырығын иіскегің кеп тұрса». Ол енді Аянды итермелей түсіп сайға қарай жүрді. Екеуінің төбелесін көру үшін соңдарынан бізді ердік. Сайға түскен соң Аян жейдесін шешіп шеткі бұтаның басын әлді де бірден Есікбаймен алыса кетті. Есікбайдың бойы онан құрылым биік еді. Екеуі шартпа-шұрт белдескен кезде ол Аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшенгенімен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолмен Аянды кекілінен шап ете қап шалқасынан көрсеткізді. Жығып ап Аянның бет-аузына былшықтатып соға бастады. Аян тырс етіп үнін шығармастан астына жатып құр қол-аяғын ербеңдете берді. Тек бір кезде Есікбай «Ойбай!» деп баж ете түсті де бір жағына қарай бұлаңдап жығыла берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен. Енді Аян күш алды. Ол аузы қан-қан болып атып тұрып, Есікбайды алқымынан бүре түсіп, жер сүздіріп тұқырта берді. Өздері апыр-топыр қылған қара топыраққа Есікбайдың бет-аузын бір-екі рет көміп жіберген. «Ойбай, болды, болды!» деп айқай салды Есікбай. Аян оның басынан аттап тұрып кетті. Ұшып тұрған Есікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей, екі қолынан ұстай алды да жата беріс тастап ыңқ еткізді. Бірақ үстінен басып соққан жоқ. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты. Аян болса бұлаққа барып бет-аузының қанын жуып, ақ жейдесін киіп, түк білмеген, түк көрмегендей үйіне қайтты. Осы төбелестен кейін ақ Аянға ешкім тиіспейтін болды.
күзде оқу басталып, 7 менен 10 жастың аралығындағы өңшең бір өңкей балалар бірінші классқа бардық. Бізді Иманжанов деген шашы аппақ қудай, қолы басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап, көзі қып-қызыл боп жасарып отыратын қарт кісі оқытты. Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен-ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күннен бері бір-екі әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай. Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен, шіркін, ағама хат жазар едім, деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арман еді. Сонымызды сезгендей Иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп, бас аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, бірлі-жарым сөздерді құрап жазылатындай халге жеттік. Ал Аян болса, кәдімгідей аса жаннан артық көретін аға деп бастап хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйіне келісімен, төр алдында етпетімен түсіп, сиялы қарындашты тілемен жалап қойып, бет-аузын сия-сия ғып, ағасына хатты үсті-үстіне жазатында жататын. Күніне 2-3 хаттан жазады. Кейде әжесінің айтқанын жазса, кейде өз бетінше жаза беретін. Біз басқа балалар әлі де сөйлем құрастырып жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, хат жазуды үйретші, деп жата жапсатымыз. Аян бәлденбейтін, жымың-жымың етіп күлетін де, «Мә, мына менің хатымды көшіріп жаз, тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз», деп қоятын. Сөйте хат жазуды бәрімізде үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті саттары бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Дәл біздің хаттануымызды күтіп жүргендей-ақ 2 айдан кейін Иманжанов қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Бір қол, бір аяғынан паралич болған. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымыз да келе жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп, өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп шығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайып, бір айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін-ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Қит етіп алса, я секірсе тобығы тайып кететінде Аян «Ойбай, аяғым-ай!» деп жан ұшыра бақырып жата қалатын. Бірте-бірте ол алысып-жұлысып ойнайтын ойындарға араласпай, шеттеп, бар қызыққа тек анадайдан сырттай қызға қарап тұратын болды. Тобығы 3-ші рет тайғанда, ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп қар жауған. Біз болсақ, сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. 1-ші бөлімнің соңы.